Бәріңізге сәлем достар. Бүгін интрадей алтын 5 ноябрь. Алтын бір күндік таймфреймде қарайтын болсаңыздар, толығымен шартовой нарративте келе жатқандығын көреміз, иә. Яғни бізде толығымен имбаланстың инверсиясы бар. Одан кейін 4 сағаттық таймфреймге өтетін болсаңыздар, және де астында бізде открытый қарайтын болсаңыздар, мына жерде previous weekly low менен PDL, яғни алдыңғы аптаның минимумы менен алдыңғы күннің минимумы как ликвидность ретінде шешілмей қалып кеткен болатын. Не таңертең PDL-ді шешпей, ол алтында реакция беріп кеткен. Енді қарайтын болсаңыздар, бізде как цель ретінде астында осы PDL менен previous weekly low бар. Ең жақын цель ретінде бір күн таймфреймнен. Одан кейін 4 сағаттық таймфреймде біз қарайтын болсақ, біз локальный бакаиктің ішінде жүрміз, бірақ бізде мына не бар, 4 сағаттан жоғарғы сыртқы ликвидность снятие болып кеткен. Енді бізде ең жақын ликвидностьте ол мында тұрған астыңғы былайша айтқан кезде equal low, яғни равные минимумы. 1 сағаттық таймфреймге өтсеңіздер, тоже осы бірдей минимумдарды көресіздер. Келесі, бізде нақты точка входа ретінде ала алатын зонамыз, ол мына зона болып саналады, яғни осы жерде бізде контракттар орналасқан. Бұл зона бізде, қазір айтамын, 64 пен 72-нің арасында нақты контрактный зона болып саналады. Яғни баға осы жерден келіп, осы зонаның ішіне кіріп, реакция алып берсе, қайтадан мына шорт қарастыруға болады 3928-ге дейін. Яғни астыңғы ликвидностьқа дейін баруы мүмкін. Егер дағы осы зона толығымен пробитие болса ғана, толығымен пробитие болып закреп берсе ғана, лонгқа қарастыруға болады ПДХ-ға дейін. Но пока мына зона пробитие болмай, тек қана шортқа қарайсыздар. Мынаған дейін бірінші цель, мына жерде бізде контракт бар астында 3942-ге келген кезде реакция беріп, чуть коррекция беруі мүмкін. Но дальше мына 3928-ге дейін баға құлап беруі мүмкін. Яғни бізде пока что только шартовый контекст актуальны. Мына 64 пенен 72-нің арасында шартовый контекст актуальны. И осы жерден келіп баға реакция алып подтверждение слом беретін болса, мына жаққа дейін бізде баға құлап беруі қажет. Пока что лонгқа ешқандай да подтверждение жоқ. Лонгқа сделка ашу үшін осы зонадан выше закрепление беруі қажет. Осы зона закрепление бермей, тек қана шорт қарайсыздар. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.